Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Дүниетану пәні бөлімі атақты тұлғалар. Сабағымыздың тақырыбы менің ата-бабаларым қыпшақтар. Сабағымыздың мақсаты сенің білетінің түркілер мен қыпшақтардың өмір салты, сенің меңгеретінің түрлі материалдарды зерттеу арқылы түркілердің өмір салтын анықтау. Сабағымызды картаны зерттеуден бастайық. Бұл біздің кең байтақ қазақ жеріміз. Ертеде қазіргі қазақ жерін көптеген тайпалар мен халықтар мекендеген. Біз өткен сабақтарымызда қазақ жерін мекендеген сақтар, ғұндар, түркілер жайлы білдік. Олар қазақ халқының арғы бабалары. Түркі тайпаларының ішіндегі саны жағынан ең көбірек тараған тайпа қыпшақтар болды. Қыпшақтар қазақтардың арғы бабалары. Олар 11-12 ғасырда Алтай мен Дунайдың арасындағы кең байтақ қазақ даланы мекендеді. Бұл жерлер Қыпшақ даласы деп аталды. Қыпшақ мемлекетінің құрылуына әсер еткен жағдайлар. Қазақ жерінде бір ғасырдан астам уақыт өмір сүрген Қимақ қағанаты құлап, саяси үстемдік сан жағынан көп тайпа саналған Қыпшақтардың қолына көшті. Енді Қыпшақтар 11 ғасырдың басында Оғыз мемлекетіндегі саяси дағдарысты шебер пайдаланып, оғыздарды Сырдарияның орта ағысымен Арал, Каспий маңынан ығыстырды. Осылайша 11 ғасырдың ортасына қарай тек Жетісу өлкесі ғана Қыпшақтардың құрамына кірмеді. Қыпшақтар кейін шекарасын батысқа қарай созып, оңтүстік орыс далалары мен Қырымға дейінгі жерлерді басып алды. Сөйтіп, Донға дейінгі жерлерге өз билігін орнатты. Киев Русінің шекарасына барып орналасқан түркі тілді тайпалар орыс жылнамаларында половецтер деп аталды. Дешті Қыпшақ даласы. Араб деректерінде Алтай тауларынан Дунай өзеніне, Балқаш көлінен Қара теңіздің батыс жағына дейінгі аумақтар 11 ғасырдан бастап Дешті Қыпшақ немесе Қыпшақ даласы деп атала бастады. Қыпшақтардың негізгі шаруашылық кәсібі мал шаруашылығы болды. Қыпшақтар жылқы, сиыр, қой, өгіз, түйе өсірген. Олардың жүнінен түрлі киімдер, төсек орындар дайындады. Етін азық ретінде ертеден пайдалана бастаған. Ал сен білесің бе, Қыпшақ қоғамында асыл тұқымды жылқыларды өсіруге зор көңіл бөлінген. Оларды көлік құралы, тамақ көзі ретінде пайдаланды. Атқа салт мініп жүру үшін осы жылқыларды көптеп өсірген. Қыпшақтар тек қана тәмдеп жайылатын жылқы өсіруге ерекше көңіл бөлген. Қыпшақ жылқылары жолға төзімді, жорғалығымен ерекшеленіп, көзге түсіп, халықаралық саудада жоғары бағаланған. Үндістанда Қыпшақ даласынан келген жылқыларға 500 алтын динарға дейін ақша төленген. Қыпшақтар мал шаруашылығымен бірге егін шаруашылығын жақсы дамытқан. Олар негізінен тары, бидай, арпа еккен. Осы жөнде араб ғалымы Әл-Омари Қыпшақтарда егістіктердің көлемі өте шағын болған және бидай мен арпа аз себіледі, бірақ оларда негізінен тары мол өсіріледі. Олар сонымен тамақтанады деп жазған. Орта Азияның мал шаруашылығымен айналысатын малшылармен келісіп, астықты мал өнімдеріне айырбастап отырған. Бұған дейінгі сабақтарда біз түркілердің тұрмыс тіршіліктерімен таныс болғанбыз. Міне бүгін Қыпшақтар жайлы көп мағлұмат алдық. Кестеге мұқият назар салайық. Олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырайық. Түркілер мен Қыпшақтардың тұрмыс өмір салты өте ұқсас. Олар қазақ жерін мекендеген. Тек өмір сүру кезеңдерінде ғана айырмашылықтар бар. Қыпшақтардың басқалардан ерекшелігі олардың өзіндік тілі қалыптасқан. Көне Қыпшақ тілі 10-11 ғасырларда қалыптасып, қазіргі түркі тілдес халықтарының татар, башқұрт, ноғай, қазақ, қарақалпақ тілдерінің негізі болған. Яғни қазақ тілі Қыпшақ тілі негізінде қалыптасты. Шығыс ойшылы Абу Насыр Әл-Фараби ең алғаш Қыпшақ тілінде білім алған. Көне Қыпшақ тілінің ерекшелігі дауыстылар саны 8-9. Г дыбыстары мүлдем айтылмайды. Г дыбыстары И, У дыбыстарымен алмасады. Сөз басында И, Ж, Дж дыбыстары тұрақсыз келеді. Ал енді осы қазақ тіліндегі сөздерді көне Қыпшақ тілінде айтып көрейік. Мысалы, қазақ тілінде бас деп айтылатын сөз Қыпшақ тілінде баш. Қазақ тілінде айтылатын жеке деген сөз Қыпшақ тілінде еке. Қазақ тілінде айтылатын жеті деген сөз еті. Таста деген сөз ташта. Бүгін сен Қыпшақтар туралы қызықты мәліметтерді білдің. Ал енді сенің білгеніңді тексерейік.
Дұрыс және бұрыс тұжырымды анықта. Бүгінгі сабақта балалар түркілер мен қыпшақтардың өмір салты туралы білдің. Қыпшақтар мен қазақтардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтауды меңгердің. Кері байланыс аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы мына сөйлемдерге жауап береміз. Мен бүгін мынандай ақпараттарды білдім. Маған осы тұста өте қызықты болды. Маған мына жерде қиын болды. Демек көп нүктенің орнына түсінгенімізді жазып шығамыз. Және де мен келесі тапсырмаларды орындадым. Мен көп нәрселерді үйрендім. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.